Армысыздар. Қытайдың Қазақстанды басынуы соңғы жылдар өтеп кетті. Қытай дәл осындай қалыппен басына берсе, Қазақстанда шөлейтті жерге айналуы мүмкін дейді халықаралық қатынастар зерттеу орталығының сарапшысы Мұхтар Асанов. Сарапшының айтуынша, Балқаш көлі Арал теңізінің тағдырын қайталайды. Ал Іле мен Ертіс өзендерінің енді тұщы су көзі болмайды. Егер Қытай әрі қарайда Орталық Азияның су ресурстарын мәжбүрлі түрде қолданатын болса, осы жағдайда қарастыра отырып, Пекин әлі күнге дейін трансшекаралық су объектілері бойынша халықаралық су ағынын әділ және ақылға қонымды түрде игеру мен қорғауды көздейтін қандай да бір халықаралық құқықтық құжаттарға қол қойған жоқ. Сондықтан аспан асты елінің билігі Қытайдың 80%-ға жуық қалыптасатын Іле және Ертіс өзендері суының көп бөлігін қымсынбай қалуда. Қытайға Орталық Азияның су ресурстары не үшін қажет? Барлығы да түсінікті. Олар белсенді дамып келе жатқан Шыңжаң ұйғыр автономиялық округінің аумағына кіруді мақсат етеді. Ал бұл шөлейт жерлерді сусыз дамыту мүмкін емес. Аспан асты елі Балқаштан да судың үлкен көлемін алып жатыр. Оның соңғы 50 жылда көлдің ауданы 2000 шаршы метрге қысқарғаны айғақтайды. Осыған байланысты Балқаш Арал теңізінің тағдырын қайталауы мүмкін. Бұл әрине біздің мемлекетіміздің аумағының 3/4 бөлігін елеулі әрі мерзімді шектелмеген салдарға әкеп соқтырады. Қазақстан Республикасының ең ірі су қоймаларының бірі болып табылатын Қапшағай су қоймасына қатысты жағдайда да атап өткім келеді. Атап айтқанда, Қытай тарапы салдарынан Қапшағай су қоймасындағы су көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 миллиард текше метрге төмендеді. Осының бәрін ескере отырып, егер Қытай Қазақстанның су ресурстарын одан әрі алатын болса, бұл аумақтардың шөлейттеуіне әкеліп соғады және ауыл шаруашылығын қажетті судан айырады. Мұндай саясат табиғат пен фаунаның құруына жеткізіп, елді апатқа әкеледі дейді. Егер сарапшының зерттеуін тиісті мекемелер бүгін назарға алмаса, таяуда ең даламызда құрғақшылық жайлап, Қазақстанда шөл далаға айналуы әбден мүмкін. Сондықтан ағайын, осы видеоны барша WhatsApp топтарға таратайық. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.